Аймақта тұрғын үй құрылысына қарқын алып, жыл өткен сайын артып келеді. Өткен жылы облыста 759 мың шаршы метр көпқабатты үй пайдалануға берілген. Бұл көрсеткіш биыл одан да асады. Соның айқын дәлелі Жуалдағы бүгінгі қоныс тойы. Жаңа қоныс иелерін құттықтау үшін облыс әкімі ауданға арнайы ат басын бұрды. Әріптесім Назерке Тазабаева той жайын тарқатады. Бауыржан Момышұлы ауылында салынған 5 қабатты тұрғын үйдің құрылысы өткен жылы басталған. Құрылыстың бас мердігері Бином серіктестігі. Тұрғын үйдің жалпы ауданы 11 мың шаршы метрден асады. Құны 909,6 миллион теңгені құрайды. 60 пәтерлі үйдің кілттері бүгін өз иелеріне салтанатты түрде табысталды. Біз пәтер кезегіндегі тұрған облыс тұрғындарының санын азайту мақсатында жыл сайын тұрғын үй құрылысын көлемін ұлғайтудамыз. Мәселен, өткен жылы пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы облыс бойынша көлемі 759 мың шаршы метрді құрап, 2023 жылмен салыстырғанда 4,5% артып отыр. Жаңа қоныс иелерінің бірі көп балалы ана Бағила Балықова. Ол жылдар бойы пәтер кезегінде тұрғанын айтып, қуанышын жасырмады. Бүгін міне біз жаңа қонысқа кіріп, өте қуаныштымыз. Қоныс жаңа үй алып атқанымызға, пәтер алып атқанымызға. Мен балам 2-ші топ мүгедектігі бар, Тұрлыбек Мақты. Мен көп балалы анамын, жесір. Өте қуаныштымыз. Мынау компания салып берген, жайлы, жақсы екен, бөлмелері кең, жарық. Біз сияқты көп балалы аналар, жетім жесірлер жыламасын, әрқашан баспаналы болсын сол кісілер. Жаңа үй жаңа өмірдің бастауы. Баспана иелерінің жүзіндегі қуаныш мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қолдаудың нақты көрінісі. Айта кетейік, биыл әлеуметтік осал топтар үшін 21,5 миллиард теңгеге 1415 пәтер сатып алу көзделген. Жалпы алғанда 2024 жылы 2830 баспана берілсе, ағымдағы жылы бұл көрсеткіш 3445-ке жетпек. Яғни өсім 21,7%. Назерке Тазабаева, Руслан Сандыбай, Айқын ақпарат, арнайы Жуалы ауданынан.